Сәлеметсіздер ме, достар? Бүгін сіздерге қалаймын, бірақ жасамаймын, өз мақсатына жете алмай жүрген, немесе әрекетке көшпей отырған адамдардың кең тараған мәселе туралы айтылады. Егер видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелу батырмасын басып, каналға тіркеліңіз. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауды да басып қойыңыз. Соңына дейін көріңіз. Үлкен рахмет. Әрқайсымыз өмірде үлкен армандар мен мақсаттарды ұстанамыз, бірақ көбінесе оларды жүзеге асыру жолында түрлі кедергілерге тап боламыз. Осы кедергілердің бірден-бір себебі белсенді әрекетке өтудің жетіспеушілігі. Бұл мақалада біз мақсатқа жету жолындағы қалаймын, бірақ жасамаймын синдромын талқылап, оны жеңудің амалдарын қарастырамыз. Неге мен әрекет етпеймін? Көп адамдар өз армандарын іске асырудың жолында әртүрлі себептер мен кедергілерге тап болады. Бұл кедергілердің негізгі түрлері мыналар: бірінші, қорқыныш пен күмән. Әрекетке шыққысы келетін адамдардың көпшілігі өз күштеріне күмәнданады. Олар мен бұған қабілетсізбін, немесе бұл тым қиын деп ойлайды. Қорқыныш пен күмән адамның әрекетке баруына кедергі келтіреді, өйткені ол алдын ала сәтсіздік туралы ойлауға үйренеді. Екінші, өзін өзі ақтамайтын сенімдер. Көбінесе адам өзінің шектеулі мүмкіндіктерін сезініп, әрекетке көшуден бас тартады. Менің білімім жетіспейді, менің уақытым жоқ деген сияқты ойлар адамды тұйықтап тастайды. Үшінші, түйсіктегі инерция. Көбінесе адамдар жайлы өмір сүруге бейім, бір орында тұрып қалуға дағдыланған. Жаңа нәрсе жасау, өзгерістер енгізу адамға ыңғайсыздық тудырады, сондықтан ол тек оймен шектеледі. Төртінші, мақсаттың анық болмауы. Көптеген адамдар өз мақсаттарын анық, нақты қоюды ұмытып кетеді. Олардың армандары әртүрлі, бірақ нақты жоспарлар жоқ. Мақсатсыз әрекет жалқаулықтың басты себебі. Бесінші, жауапкершіліктің жоқтығы. Өз арманына жету үшін жауапкершілікті сезіну қажет. Жауапкершілік алмаған адам іс-қимыл жасамайды. Ол өз уақытын босқа өткізеді, бірақ не істеп жатқанын нақты білмейді. Қалаймын, бірақ жасамаймын деген синдромды жеңу үшін не істеу керек? Бұл сұрақтың жауабы оңай емес, бірақ ол мүмкін. Егер сіз тек қалаумен шектеліп, әрекет етпей жүрсеңіз, онда мақсатқа жетудің жолын қайта қарау қажет. Міне бірқатар пайдалы кеңестер. Бірінші, мақсатты нақты қою. Алдымен нақты және өлшенетін мақсаттар қою қажет. Мысалы, мен баспанаға ақша жинаймын деген мақсаттан отбасы банктен счет ашып, 3 жыл ішінде ай сайын 100 000 теңге бастап салып отырам деген нақты мақсатқа көшу керек. Мақсаттың анық болуы оған қол жеткізудің жолдарын анықтауға көмектеседі. Екінші, іс-әрекет жоспарын жасау. Әр мақсат үшін жоспар құрыңыз. Бұл жоспар нақты қадамдардан тұруы тиіс. Мысалы, жоғарыдағы мақсатқа жету үшін сізге не істеу қажет? Мүмкін қосымша табыс көздерін табу, дағдыларды үйрену, қаржы туралы білім алу, немесе басқа да әрекеттер керек шығар. Қадамдарды нақты жазып, оларды орындауды бастаңыз. Үшінші, ұсақ қадамдарға бөліп жасау. Егер сіздің алдыңызда үлкен міндет тұрса, ол сізге қорқыныш немесе жалқаулық тудыруы мүмкін. Сондықтан үлкен мақсатты ұсақ қадамдарға бөліп жасаңыз. Әр қадамды аяқтау арқылы сіз үлкен жетістіктерге жетесіз. Төртінші, мотивацияның қайнар көздерін табу. Мотивация тек сыртқы себептерден ғана емес, ішкі сезімдерден де туындайды. Мақсатыңызға жеткен кезде қандай сезімде болатыныңызды елестетіп көріңіз. Жетістікке жеткенде өзіңізге қандай пайдасы тиетінін ойлаңыз. Бұл ішкі мотивация